бір телефонда қалай екі WhatsApp ашуға болады, сол туралы айтатын боламыз бүгінгі видеода. Ол үшін настройкаға кіреміз. Мына жерде клонирование приложение дегенді таңдаймыз. Сол жерде қандай приложенияларды клонировать етуге, яғни екеу етуге болатыны көрсетілген. Мысалы, менде Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp және де мынау Taobao сайты. Соларды клонировать етуге болады. Ол жерде мына WhatsApp'ты басамын и клонированияны басамын. Міне бізде жаңадан WhatsApp пайда болды. Міне WhatsApp копия. Осы жерге кіріп, принятие, өз номеріңізді теріп, тағы да WhatsApp ашуыңызға болады. Ақпаратым пайдалы болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Бұдан да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Дәл осы сияқты Инстаграмды, Телеграмды екеу етіп қойсаңыздар болады. Бұл мысалы бизнеспен айналысатын екі WhatsApp қажет, біреуі жұмысқа арналған, біреуі өзіме арналған дейтін адамдарға өте ыңғайлы. Назарларыңыз үшін рахмет.